Сәлем достар, бүгін сіздермен қызыл ірімшіктің рецептін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт қажет және қант қажет болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен мен кастрюлемізге астын жақсылап осылай сарымаймен майлап алдым түбін. Сосын оның үстіне 2 литр сүт құйдым. Сосын біз кастрюльдің жан-жағында осылай сарымаймен майлап алатын болсақ, сүтіміз тасып піскен кезде жабыспайтын және кастрюлеміздің жаны күймейтін болады. Сосын сүтіміздің барлығын пісіріп алған соң, оның үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру қажет. Енді газдың астын кішкене ғана төмендетіп, жақсылап қайнататын боламыз. Шамамен менде 5-6 сағаттай қайнады. Міне осылай достар, осылай қайнап бастау қажет. Сүтіміз қайнап жатқан кезде біздің сүтіміздің түсі өзгереді. Және қоюланып, осындай қара түске, қызыл түске енетін болады. Шамалы қайнап бастағаннан соң біздің сүтіміз өздігінен іритін болады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің сүтіміз осылай іріп, қызыл түске енеді. Енді оны жақсылап біз сүзіп аламыз, марліге сүзіп аламыз. Мен бірінші осылай сүзгіге жасадым, суын сырғытып алып, сосын барып марліге қойып аудардым, марліге ауыстырдым. Міне бізде осылай. Енді оның бетін жақсылап жауып, 1 литрлік банкіге суымыз толтырып, үстін басып қоямыз. Яғни мен кешке жасадым және таң атқанға дейін осылай тұрды. Міне достар, біздің қызыл ірімшігіміз дайын. Осындай өте дәмді болып шығады. Шаймен бірге ішсеңіздер, өте дәмді әрі пайдалы рецепт болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.